Армысыздар, құрметті достар. Мынау қазіргі кезде еркектердің көбінің күш қуаты әлсіреп төмендеп жатыр. Неге екені белгісіз, мынау экологияға байланысты дейміз, басқа да жағдайларға байланысты. Екінші себеп мынау қозғалыстың болмауы. Аз қозғалыс, артық салмақтың жиналуы еркектің күш қуатын төмендетіп жатыр. Әрине, әр еркек өзінің күш қуатын, яғни ағзадағы тестостерон гормонын жоғары деңгейде болғанын қалайды. Оны көтерудің екі жолы бар. Яғни біз айтатын болсақ, урологиядан мынау еркектің таңғы қозуы, яғни таңғы эрекциясы жиі болатын болса, яғни бұл еркектің, яғни дені дұрыс, сау, яғни еркектің күш қуаты қалты деген сөз. Егер де мынау таңғы қозу, таңғы эрекция сирек болатын болса, мүлдем болмайтын болса, бұл жерде бір проблема болуы мүмкін ағзада. Соған байланысты бұнау таңертеңгі уақытта көп жағдайларда қуықтың толған кезде еркектің қозуы басым болуы керек. Сол жерде мынау мускулс кремастер бұлшықетін тіркендіру арқылы сол жерде нервте еркектің қозуы байқалуы керек. Өкінішке орай, енді бұны шешудің екі жолы бар. Біріншісі айтамыз ғой, табиғи жолмен деп жатамыз. Мынау күнделікті атқа отыру арқылы, бұл аттың үстінде қозғалыс болу арқылы мынау еркектің аралық бұлшық еттерінің қозғалуына байланысты, қан айналымының күшеюіне байланысты осы эрекцияны күшейтуге болады. Екінші, әрине бұл спортпен шұғылдану, әрине қозғалыс, жүгіріс, жеңіл атлетикамен айналысудың өзі де бұл кіші жамбас астауындағы қан айналымының жақсаруына байланысты еркектің күш қуаты күшейеді. Ал енді екінші жағы бар. Өкінішке орай, қазіргі кезде көп жұмыс басты, көп отыратын жас жігіттер жұмыста қозғалыс жоқ, соның болмауына байланысты. Екінші жағы медикаментозды, яғни күш қуатты көтеру. Оған не жатады? Яғни мынау препараттарды қабылдау. Оның ішінде енді сіздерге ұсынарым Үммет компаниясының өнімдері бар. Бірінші мынау қара зере майының енді пайдасын айтатын болсақ, ағзадағы шлактарды шығаруға көмегін септігін тигізеді. Екінші, мынау ерлердің күш қуатын көтеруге арналған құрамында табиғи шөптерден жасалынған, мынау балға қосылған препарат өнім десек болады. Бұл витамин өнімі. Осыларды қабылдау арқылы мынау еркек өз күш қуатын көтере алады. Ал енді мынау өнімнің құрамында не бар? Витамин өнімнің құрамында мынау красный женьшень, яғни қызыл женьшень, гинга белоба, одан кейін семена крапивы дейді. Одан кейін мынау имбир, корень солодки, сол сияқты табиғи шөптердің тамырларына жасалған сығындыларды қоса отырып, осы өнімді шығарған. Қолданылуы айтатын болсақ, тәулігіне жарты қасықтан күніне 2 мәрте суға араластырып, болмаса өзін ішу керек. Енді қарсы көрсетілімдері қан қысымы жоғары кісілерге қолдануға болмайды, және де қант диабетіне, балға аллергиясы бар кісілерге қолданбағаны жөн. Қалған кезде барлығы ер адамдарға қолдануға болады. Ал енді достар, айта кету керек, бұл өнімді ішіп қана жатып, ешқандай қозғалыстың болмауы емес, болу керек. Яғни бұл спортпен де шұғылдану арқылы, және де медикаментозды, яғни табиғи өнімді қолдана тұрып, сізде қозғалыс жасау керек. Өйткені жамбас қуысы астауындағы қан айналымының күшеюі болу керек. Сол кезде ғана сіздің ағзаңызға осы өнімдердің әсері болады. Ал енді достар, мына өнімді қалай заказ беруге болады? Астына тапсырыс беруші нөмірге хабарласамыз, сол арқылы тапсырыс беріп өздеріңізге алдыра аласыздар.